Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бөлім тарихи шындық пен көркемдік шешім. Махамбеттің Баймағамбет Сұлтанға айтқаны толғауы. Оқу мақсатымен танысып алайық. Көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау, автор стиліне сүйене отырып шығармашылық жұмыс жасау. Сабақ мақсаттары: көркем шығарманың идеясын анықтап, кейіпкер бейнесін ашу. Автор стиліне сүйене отырып, өлең құрастыру. Бағалау критерийлері: көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтайды, автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазады. Махамбет Өтемісұлы ұлт азаттығы үшін күрескен тарихи тұлға. Махамбеттің тұлғасын жігерлі, қайратты, ұлттық рухы биік, хас батыр, дауылпаз ақын ретінде танимыз. Ол өзінің отты, жалынды өлеңдер арқылы бар өмірін туған халқының мұңын жоқтауға арнаған ардақты ақын. Оқушылар, аудио мәтінді мұқият тыңдап алыңдар. 19 ғасыр әдебиеті. Махамбет Өтемісұлы 1804-1846. Баймағамбет Сұлтанға айтқаны. Кешегі Исатайдың барында, алақандай нарында, басуш едім құлаштай, жәбір беріп, жал етсең, былғанған басым ласқай. Мен бір шарға ұстаған қара балт едім, шабуымды таппай кетілдім, қайрасаң тағы жетілдім, көрмес келмес деп едім, өз еркіммен бетіңдай. Есігіңнің алдына ұрмай соқпай келтірген арманың бар ма Құдайға, мынау Махамбет сынды жетімдай. Еділмен жайық жері дау, мекен еткен шаруаға, жағасы қорған жай едау, жай қоныстан айрылып, мен бір қаңғырып жүрген қарашың. Қайта-қайта шақыртып, менде қандай ауыр ақың бар едау. Мен ақ сұңқар құстың сой едім, шамыр қансам тақсыр кетермін. Кетпейді неші кетермін, бұл барғаннан барармын, қиядан орын алармын. Еріскенде ер болса, соғысқандай жер болса, бірме бірге келгенде, әліде болса бір тәңірге жылармын, дұшпанға қылыш ұрармын. Жазға бір ай қалғанда, аласапырам болғанда, бөліне көшкен елдерді бөріккен қойдай қылармын. Жарла көшкен елдерді жаралы қойдай қылармын. Мен кеткенмен тек кетпен, сізден артық табармын. Ашуыма көп десең, өзекті жанға бір өлім, ордаңды талқан қылып шабармын. Баймағамбет Сұлтанға деген толғауында үстем тап өкілдерінің бет пердесін ашып, теңдік пен бостандық, әділдік үшін қылышын сермеп, өлеңінде найза еткен ақын екендігін білдік. Оқушылар, енді өлеңдегі мағынасы таныс емес сөздерге назар аударайық. Жабы: бірінші, қазақ жылқысының нашар, қарабайыр тұқымы. Екінші, ауыспалы мағынада төмен, нашар, шамалы. Үшінші, жабырқаңқы, уайымды, мұңды. Бұл жерде бірінші мағынада. Креуке: жейде түрінде жасалған дөңгелек металл шығыршықтардан өрілген торлы сауыт. Қол: бірінші мағынасы адамның дене мүшесі. Екінші, жұмыс күші, адамдар. Үшінші, билік, иелік. Төртінші, қолтаңба, жазу. Бесінші, көне сөз, көшпелілер арасында жасақ, қосын, лек, әскер ұғымдарында қолданылған дәстүрлі әскери атау. Бұл жерде бесінші мағынаны береді. Сойы: бұл сөз тұқымы, түрі, ұрпағы деген мағынаны білдіреді.
Махамбет ақынның әр өлеңінде ел үшін, елінің бақыты үшін күрескен, сол мақсатқа бел буған ерлер бейнесі жасалса, Исатай бейнесі сол ерлерді бастаушы, қолбасшы, ерлік пен өрліктің, жүректіліктің бейнесі. Көтеріліс жеңілгеннен кейін Махамбет ел ішінде жүре алмайды. Бір күні Баймағамбет пен Махамбет оңашада кездесіп қалады. Батыр үйге қару-жарағын тастамай кіреді. Баймағамбет батырдан Исатаймен бірге не мақсатпен күреске шықтыңдар деп сұрайды. Батыр менің сөзім сізге жақпас деп айтпай қояды. Сұлтан қайта-қайта өтініш қылады. Сонда Махамбет Исатайды жоқтап, Баймағамбет сұлтанға айтқан атты өлеңі дүниеге келген екен. Баймағамбеттің алдындағы жас төрелер ашуланып қызған кезде, сұлтан, бұлай айтпаса Махамбет батыр бола ма? Батырдың сөзін көтермесем, мен хан болам ба? Деген екен. Бірінші тапсырма. Попс формуласы арқылы шамдансам шығар асаумын, шамырқансам сынар болатпын, кәр қылар деп тақсырау, аяғыңа бас ұрман. Байеке сұлтан ақсүйек, қыларың болса қылып қал, күндердің күні болғанда бас кесермін жасырман деген өлең жолдарының мәнін ашып, авторлық идеяны анықтаңыздар. Мына дескрипторды негізге аламыз. Дескриптор өз пікірін білдіреді, себебін түсіндіреді, мысалмен дәлелдейді, қорытынды жасайды. Өзіңді тексер. Менің ойымша, автор бұл өлең жолдарында Махамбеттің ашу, қаһар, ыза кегімен мұңы көрінеді. Себебі, халықты ата қонысы мен бас еркіндігінен айырған бай сұлтандардан кек алу наразылығы болды. Оны мен былай дәлелдей аламын. Баймағамбет сұлтанның ақсүйектен шыққан ел билеуші екендігіне қарамай, аяусыз шенеп, бет пердесін ашып, халықтың халін ашына айтады. Осыған байланысты шындық жолында ел үшін найзағайдай атыла сөйлейтін, елім дейтін ерлеріміз көп болсын деген қорытындыға келдім. Екінші тапсырма. Көркем шығарманың идеясына сай, кейіпкер бейнесін анықтау үшін концептуалдық кестемен жұмыс. Өлеңнің идеясы, кейіпкер бейнесі, өлеңнен дәлел, ойға түйгенім. Мына дескрипторды негізге аламыз. Өлеңнің идеясын анықтайды, кейіпкер бейнесін ашады, өлеңнен дәлел келтіреді, өзіндік пікірін білдіреді. Өзіңді тексер. Өлеңнің идеясы. Махамбет өлеңдерінің басты идеясы елінің еркіндігі мен тәуелсіздігі. Бай сұлтандардың озбырлығы мен өктемдігінен қорғау. Кейіпкер бейнесі. Махамбеттің өзі де Исатаймен теңдес, тұла бойы ерлікке толы биік тұлға. Ол дұшпанына келгенде тартылмай сөйлер асыл. Өлеңнен дәлел. Хан баласы ақсүйек, қыларың болса қылып қал, күндердің күні болғанда бас кесермін жасырман. Ойға түйгенім. Ақын өлеңнен жауар бұлттай түйіле, найзағайдай атыла сөйлеп, кескілеспей басылмас қайсар ерлігін көреміз. Өзіңді тексер. Үшінші тапсырма. Автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазыңыз. Шабыттарыңызды шыңдап, автор стилін сақтай отырып, 2-3 шумақ өлең құрастырыңыз. Асынған,
қашырған, батырмын, басылман, тасынған. Дескриптор автор стилін сақтайды, шығармашылық жұмыс жазады. Ереуіл атқа ер салып, егеулі найза қолға алып, қарағазан сарбаланың қамышын, елінің бостандығы мен теңдігі үшін күрескен, сөзі семсер, жыры от Махамбет бейнесі есімізде мәңгі сақталады. Кері байланыс береміз, балалар. SMS әдісі арқылы орындаймыз. Бірінші, өте жақсы, түсіндім. Мен үшін қызықты болды. Себептерін жазыңыз. Екінші, мен сабақты жақсы түсіндім. Бүгін сабақты қаншалықты түсінгеніңізді жазыңыз. Үшінші, тақырып бойынша әлі де ізденуім керек. Түсінуіңізге не кедергі болды? Ашып жазамыз. Жазған кері байланысымызды хабарлама арқылы жолдауларыңызға болады. Бүгінгі сабақта көркем шығарманың идеясын анықтап, кейіпкер бейнесін аштыңыздар. Автор стиліне сүйене отырып, өлең құрастырдыңыздар. Қосымша тапсырма. Махамбет шығармаларының өзге тілдерге аударылу жайында ақпарат жинап, Махамбет өлеңдерінің өзге тілге аударылу атты тақырыпта жоба жасайық. Мәтінмен салыстыра отырып, ақын өлеңдерінің аудармалары туралы келесі сабағымызда пікірлесейік. Сау болыңыздар.